Милиционер бөлмеге кіре салысымен мәз болып күліп жіберді. Жан-жағына тез-тез қарап алды. Мұздатқышты ашып, ішіне бір көз жүгіртті. Менің төсегіме келіп бірдеңе іздегендей жамылғыны сілкіді. «Қане, қыздарды оятыңдар, үлкендеріңе кеттік», деді ол Әлияға. «Киім-кешектеріңді жинаңдар». Біз іске кірістік, бірақ жинайтындай ештеңе де жоқ. Біздің бүкіл киім-кешегіміз ауруханада қалды ғой. Мен тез-тез өзімнің заттарымнан бірдеңелер алдым. Әлия қыздардың қалған киімдерін жинап бір сөмкеге салды. Милиционердің бізді үлкен әпкемізге апаратынына мен қатты қуандым. Екі ағам мен әпкемді көріп барлығымыз бірге тұратын болғанымызды көз алдыма елестеттім. Ешқандай балалар үйінің қажеті жоқ бізге. Сондықтан милиционер райынан қайтып қалмай тұрғанда тезірек кетуіміз керек. Біз тез жиналдық та көлікке отырдық. Туған үйді тастап кету бәрібір қиын екен. Бірақ біз бұл үйге қайтып келеміз деп үміттендік. Ішіміздегі қимастық сезімді солайша жеңе білдік. «Мен ешқайда бармаймын, үйде бәрібір жақсы, ешқайда кетпеймін», деп Зүлфира қарсыласып көрді. «Солай болуы керек, кішкентайым, қорықпа», деп Әлия оны тыныштандырды. Көлік орнынан қозғалды. Мен көз алдымнан жоғалғанша біздің үйден көзімді алмадым. Бейіттен жанынан өтіп бара жатқанда әкем есіме түсті. Қайғыра бір тыныстап, еріксіз айқайлап жібердім. «Ұмыттым!» «Нені ұмыттың?» деп Әлия таңдана қарады. «Есіңде ме, мен саған айтып едім ғой, әкем маған бергісі келген затты». «Иә, есімде». «Ільяс, неге сен оны кеше іздемедің?» «Мен шаршағаннан бірден ұйықтап қалдым, ал бүгін асығып жүріп есіме де түспепті. Суырмалардың біріне жатқан болар. Әлия, қайта барып іздеп көрсек қайтеді?» Милиционер келіспеді. «Сендерді ол жақта тағатсыздана күтіп отыр, уақыт тар», деп қысқа қайтарды. Мен іштей өзіме ұрса бердім. Мұндай маңызды зат жайлы қалай ұмытуға болады? Әкем оны таба алмайтын жерге жасырмаған болар. Есте сақтау қабілетім қандай өзі? Ең маңызды кезде мені сатып кететін бұл маңызды затқа енді не болады екен? Әкем әлемдегі ең қымбат нәрсе деп айтқан еді ғой. Оны біреу өзіне алып қойып жүрмесін. Жоқ, оны әкем маған тапсырам деген соң менің қолыма тиюі керек. Жарайды, жуық арада үйге ораламыз, сол кезде іздеп тауып алармын. Жол ерекше ұзап кеткен сияқты. Көп таулардан, деревнялардан өттік. Бірнеше рет ұйықтап, бірнеше рет қайта ояндық. Бір рет тоқтап демалып талдық. Қанша жүргеніміз есімде жоқ. Бірақ уақыт өткен сайын тағатымыз қалмады. Кезекті деревняға ендік те орталық көшемен көтеріліп, дөңестеу жерге қарай жүрдік. Барлық жағынан жақсы көрініп тұрған екі қабатты кірпіштен салынған үйдің алдына тоқтадық. «Міне, келдік», деді милиционер бізге бір-бір қарап қойып. «Аға, біздің әпкеміз қалада оқиды, ал біз бір деревняға келдік», деді Әлия даусы бұзылып. Бұл менің де күдігімді оятты. «Алаңдамаңдар», деді жымысқы күлкімен. «Бұл жерде барлығы сендердікі, жақындарың да осы жерде, менің соңымнан еріңдер». Бізді дәліздегі орындықтарға отырғызып қойды. Милиционер бір топ қағаздарын көтеріп соңғы бөлмеге кетті. Бізді бірден балалардың шулы тобы қоршап алды. Олар бізді қарап, көріп, күлісіп, сыбырласып жатты. Бізге күліп жатыр, ал өздері қалай киінген? Біреуінің шалбары жамау-жамау, енді бірінің шұлығы жыртық, бір баланың футболкасы кірден сатпақ-сатпақ болып кеткен. Олардың ата-аналары қайда қарап жүр? Анау бір сарғыш шашты қыз менімен құрдас шамасы. Оның үйсіп кеткен шаштары көптен бері таралмағанын байқатады. Ал анау баланың көзінің асты көгеріп қалыпты, бәлкім бір төбелескіш тентек қой деймін. Беті тырналған тағы бір қыз атышулы сотқар сияқты. Олар бізге неге қарап қалды? Онымен қоймай бізге барынша жақындап келе жатыр. Бізбен танысқылары келіп тұрма? Жоқ, менің деревнядағы достарым мүлде ондай емес. Ал бұлармен тіпті сөйлескің де келмейді екен, барлығы шеттерінен басқаша. Цок-цок-цок. Бұл дыбысты естіген соң бізді қоршап тұрған балалар кішкене тарай бастады. Дәліздің келесі шетінен сары шашты әйел көрінді. Ол бізге жақындаған кезде мен оны жақсылап қарап алдым. Оның биік етіп жинастырылған шаштары сабанның үйіндісі сияқты көрінді. Киімдері жақсы, анау балалардыкіне мүлде ұқсамайды. Костюмі жарқырап тұр. Саусағында алтын сақинасы бар. Мойнында әдемі әшекейі бар. Жақсы киінгенімен күлімсіреп жүруге көп машықтанбағаны көрініп тұр. Аяқ киімнің өкшесін тақылдап кеп бізге жақындады. «Сәлеметсіз бе?» деп амандастық. «Сәлемет бе?» деп жауапты селқос қайтырды. Ол кісінің көңіл күйі болмай тұрған тәрізді, және әңгімелескісі де келмей тұр. Тіпті ауруханадағы дәрігерлер де бізді күлімсіреп қарсы алып әңгімеге тартқан еді. Бұл әйел бізге алыстан көз салып тұрған балаларға ұрсып қоя берді.
Не, қойылым көріп тұрсыңдар ма? Жаңа балалар келсе болды, сендер көктен түскендей жетіп келесіңдер. Сендерге бәрін білу керек, барлығын көру керек. Бұдан кейін біраз балалар бұл жерден кетуге асықты. Әйел ары қарай айқайын жалғастырды. Барлығың мені қалай жалықтырдыңдар десеңші, күшім қалмай барады. Сендермен жүріп шашым ағарды. Не керек сендерге? Өздеріңнің топтарыңа барыңдар. Аш балапандардай тіміскіленбеңдер. Кетіңдер бұл жерден. Кетіңдер деген сөзді ести сала бастары төмен салбыраған ұлдар мен қыздар дәлізден жан-жаққа тарап кетті. Біз қайда тап болдық? Бізді алып келген милиционер де бір бөлмеге кіріп кетіп жоқ болып кетті. Бұл жерден тезірек кету керек. Айқай-шудан менің құлағым бітіп қалды. Тәте, сіз кімсіз? Әлия өзінің сұрағын жасырып қала алмады. Директор, менің аты-жөнім Мавлида Нұрғалиқызы. Болды, жетер. Мен артық сұрақтарды ұнатпаймын, еріңдер соңымнан. Ұзын дәлізбен келе жатырмыз. Оңға бұрылдық. Одан кейін тағы оңға. Дәрі-дәрмектің иісі шығып тұрған бір бөлмеге келдік. Міне, бізге тағы 4 сорлы келді, деп Мавлида Нұрғалиқызы бізді көрсетті. Оны көре салысымен медбике орнынан атып тұрып директордың жанына жетіп келді. Бастығының сөзін қостағандай басын изей берді. Ол болса әлі сөйлеуде. Сайда, бұл балалардың бастарын қарап жіберші. Егер бит болса басқа балаларға жұқтырады. Қазір, Мавлида Нұрғалиқызы, 1 минут. Ылғи алқаштардың балаларына қараймыз деп өзімізге де уақыт бөлмейміз. Мұндай мемлекетке масыл болатын балаларды неге ғана табады десеңші? Бұларды адам етіп тәрбиелейміз деп қаншама жүйкеміз жұқарып жатыр десеңші. Бұлар қазірше момақан сияқты қалай тойына бастайды, басына шыққылары келеді. Тәте, неге бұлай сөйлейсіз? Деп шыдай алмай сөйлеп жібердім. Ой боқ мұрын, аузыңды жап, деп директор жұлқына жөнелді. Қызық, бұл кісінің өзінің балалары бар ма екен? Егер бар болса, оларға қандай жаман, бұл кісіге балалары қалай шыдайды екен? Біздің анамыз мүлде басқаша болған еді. Медпунктте фотоаппарат ұстаған бір ер адам кіріп келді. 4-еуін де суретке түсір, деп Мавлида апай бұйрық берді. Әйтпесе 1 жылдан кейін өздерін адам қатарына қосып, қайдан келгендерін, кім болғандарын ұмытып кетеді. Мемлекет қаржысынан тойынып, киініп, құтырына бастайды. Ал біз оларға сол кезде осы суреттерін көрсетеміз. Олар сонда бізге қандай күйде келгендерін естеріне түсіреді, деп ол қарқылдап тұрып күлді. Фотограф бірнеше рет фотоаппараттарымен сырылдатып алып, қалай тез келсе, солай тез кетіп қалды. Медбикенің бөлмесіне өте толық көзілдірік киген әйел кіріп, бізді көре салып, қатты күліп жіберді. Танысып қойыңдар, Раифа апай. Ол сендердің тәрбиешілерің, деді директор. Біз амандастық. Мавлида Нұрғалиқызы, қызық, бұлардың ата-аналары қайда? Қайтыс болып кеткен. Солай ма? Не болған? Шайтан біліп пе? Өлгенше ішкен болар. Өтірік. Әлия қарсылық көрсетті. Сіздер біздің ата-аналарымызды білмейсіңдер. Олар жайлы неге олай ойлайсыңдар? Ой, Мавлида Нұрғалиқызы, байқаймын бұлармен бізге оңай болмайтын сияқты. Мына қыз ауыз аштырмайды екен. Менің әпкеме ұрыспаңдар. Бізді жіберіңіздерші, үйге қайтайық, деп мен ортаға түстім. Мәссаған, мына қамыт аяқты сондай екен. Түк етпейді, мен бұларды тез орындарына қоям, деп Раифа апай деп таныстырған кісі айбат шекті. Раифа, бұларды топқа апар, кешірек сөйлесерміз. Жақсы, Мавлида Нұрғалиқызы. Тәрбиеші бізді 2-ші қабатқа алып кетті. Раифа апай бізге бөлмелерді көрсетіп жатқанда, бізге қарама-қарсы жақтан бір қыз шығып тәрбиешіге сұрақ қойды. Тағы да 4 баламен балалар үйі толықты ма? Бар. Аяққа оралмай, ана жаққа бар, деді Раифа апай. Балалар үйінің тәрбиеленушісі деген сөз жанымда ауырта тілгілеп кетті. Біз таңырқап жан-жаққа қарап қалдық. Әлия кенеттен сұп-сұр болып кетті. Басым айналып кетті. Біз бұл жерде қалмаймыз, жіберіңіздер бізді, деп әпкем есікке қарай беттеді. Үйге қайтқымыз келеді, деп алсу қостады. Анам айтып берем, деп Зүлфира жылай бастады. Қарындасымды қолынан ұстап, мен де олармен бірге есікке қарай жүгірдім. Бірақ есік құлыптаулы екен. Біз жыладық, есікті ұрғылап тепкіледік, есік ашылмады. Шарасыздықтан күшіміз қалмағандықтан біз еденге отыра қалып, қатты айқалап жыладық. Есігі тарс бекітілген бөлмеде біз көз жасымыз тоқтамай ұзақ жыладық. Енді біз балалар үйіненбіз. Балалар үйінен деген таңбаға да ақырындап үйренісе бастадық.
Бізді көре салысымен үрпиіскен ауыл тұрғындарының «Әне, балалар үйінің балалары жүр, байқаңдар, бірдеңелеріңді ұрлап кетпесін» деген сөздерде енді таң қалдырмайды. Балалар үйінде тұрамыз, сабаққа ауыл мектебіне барамыз. Балалар үйінің балаларына көзқарас өзгеше болды. Ұлдардың бірі бірдеңе бүлдіріп қоймасын деңіз, бірден қорытынды шығаратын. Бұлардан басқа не күтуге болады, дейтін. Алғашқы күннен-ақ кішкене қарындасымды басқа топқа алып кетті. Балалар үйінде түрлі жасқа қарай 5 топ болды. Біріншісінде өте кішкентайлар болса, бесіншісінде жоғары сыныптағы балалар болды. Ең ауыр болғаны Зүлфираның бізден бөлек тұрғаны. Оған барудың өзі арнайы кесте бойынша. Бұл жерде тәртіп өте қатал. Сен ол тәртіпке бағынуың керек екен. Кей кездерде қарындасымды көруге барғанда беті тырналған, қолы көгерген сәттерін байқаймын. Сөйтсем, оны ұлдар осылай ренжітеді екен. Немесе тәрбиеші өмірге үйретеді. Біздің балалар үйіндегі өміріміз осындай сынақтармен басталды. Бұрын үйімізде таза ауада серуендеу күнделікті іс болып есептелетін. Ал бұл жерде мұндай бақытты сәт тәрбиеші рұқсат бергенде ғана болады. Топта біреу 2 алатын болса, сол топтағы бүкіл баланы жазалайды. Күні бойы бәрімізге кітаптар мен дәптерлерге телміріп қарап отыруға тура келетін. Тамақ та күнде сол. Колбаса, кәмпит, қаймақ сияқтылардың дәмінде ұмытып қалдық. Азық-түліктің көптеген түрі бұл жерде рұқсат етілмейді. Санэпидемстанция рұқсат етпейді дейді. Мен оның қандай адам екенін мүлде білмеймін. Балалар үйіндегі алғашқы жарты жылда мен ең бастысын түсіндім. Балалар да, тәрбиешілер де әртүрлі болады. Біздің топта бір-біріне мүлдем ұқсамайтын 2 тәрбиеші жұмыс істеді. Райфа апай өте қатал болса, Хакима апай керісінше әрқашанда ақкөңіл, ашық. Бұл мерекені мен ылғи тағатсыздана күтемін. Бұл жылы маған бір ерекше бақыт келетіндей, менің армандарымның орындалатын жылы сияқты. Жаңа жылға 2 апта қалған кезде біраз ұлдар мен қыздарды мәжіліс залына жинады. Олардың ішінде мен де бармын. Мен өзімнің деревнямды да мұндай шараларға қатысып жүретінмін. Өзімнің қабілеттерімді балалар үйінде де көрсете алатыныма қуанып кеттім. «Балалар!» деп мерекені ұйымдастырушы сөзін бастады. «Жаңа жылға дейін санаулы ғана күндер қалды. Сондықтан ұзаққа созбай бүгін-ақ бірден бастап кетеміз. Қане, барлығын өзіміздің өнерлерімізбен қуантайық». Иә, балалардың көздері жайнап кетті. Мен бұл жерге ең өнерлі балаларды жинадым. Ертегі қоятын боламыз. Зұлым Кащей Аяз ата мен Ақшақарды ұрлап кетеді. Ал Қоян, Түлкі, Аю және басқа аңдар біздің мерекенің басты кейіпкерлерін құтқарулары керек. Қалай, ойнаймыз ба? Иә, ойнаймыз, деп бірауыздан жауап бердік. Мен тіпті қуанып кеттім. Қазір Аюдың рөлін ойнап, Аяз ата мен Ақшақарды құтқарам. Ұйымдастырушы рөлдерді бөліп бере бастады. Бірақ маған орман жануарларының рөлін бермеді. Ал мен ше? Деп таңдана сұрадым. Ілияс, сен Кащей боласың, деп жауап берді. Оны тек қана сен ойнай аласың. Апай, неге мен? Менің жағымсыз кейіпкер болғым келмейді. Барлығы маған күлетін болады. Ол не дегенің сүйкімдім? Саған ең жауапты рөл бұйырып тұр. Бұл шын емес қой. Жай ғана ертегі. Сен неге тағы дауласып тұрсың? Деген дауысты арт жағымнан естіп жалт қарасам, тәрбиеші Райфа апайды көрдім. Ол жұмыс қалай жүріп жатқанын көргісі келіп, мәжіліс залына келген екен. Мен басымды төмен түсірдім, ал Райфа апай маған ары қарай ұрсып жатыр. Тағы да мына Ілияс, сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Әртіс не жазушы, тіпті кейде ғалым боламын деп айтасың. Өзіңнің қисық аяқтарыңа қарап ал. Саған Кащей бол деді ме? Демек боласың. Қойылымның ұйымдастырушысы мені арашалағысы келіп, Ілияс келісті, бұл жай ғана ертегі ғой, деді. Ол бірден келісімін беру керек еді, деп Райфа апай қоймады. Бір рет жіберіп алсаң, бұлар мойныңа мініп алады да көзіңді шоқып тастайды. Сен әлі жас болған соң, оларды әлі білмейсің. Ал мен бұл жерде 20 жылдай болды жүргеніме. Негізі Ілиястың Кащейдің рөлін ойнайтыны жақсы болды. Ол дәл Кащей сияқты ғой. Оған арнайы костюмнің де керек жоқ. Футболкасын шешсе, барлық қабырғалары көрінеді. Қолдары жіңішке, аяқтары қисық. Нағыз Кащей. Балаларға керегі де сол. Барлығы күле бастады. Ха-ха, Ілияс Кащей. Қолдары жіңішке, аяқтары қисық. Реніштің жастары мені
буып бара жатты. Мен залдан жүгіріп шығып кеттім. Жаңа жылдық кеште маған бәрібір зұлым кейіпкерді ойнауға тура келді. Аяз атаға айтып беріп, тәтті сыйлықтар алу үшін көп таппақтар жаттап алдым. Бұл жерде балалар үйінде тәттілер нағыз рахат. Тек түсімізге ғана кіреді. Мен бекер тырыспаппын. Кеш соңында 2 қалтамда кәмпит печеньелермен толды. Жаңа жылға дейін санаулы сағаттар қалды. Топта көңілді күй қалыптасты. Бөлмемізді алдын ала өзіміз қолдан жасаған жылтыраулықтармен, ойыншықтармен безендіріп қойғанбыз. Ал қазір мерекенің құрметіне тұшпара пісіріп жатқан ас үй жақты төңіректеп жүрміз. Бұл біз үшін ерекше көрініс. Біз сияқты балалар үйінің балаларына мұндай бақыт жылына бір-ақ рет келеді. Менің тұшпараның дәмін ұмытқаныма көп болып еді. Райфа апай, тұшпаралар дайын болды ма? Кішкене күте тұрыңдар, аз қалды дедім ғой. Иісі шығып жатыр, дайын болған сияқты, деді біреу. Кетіңдер ары, тойымсыз бейшаралар. Сендерді қанша тойдырса да бәрібір аз болып тұрады. Пілді жеп жіберуге де дайынсыңдар, деп ол қолдарын ербеңдетіп балаларды қуа бастады. Егер піскен болса да біраз тұра тұрсын, 12-ге дейін әлі ерте. Бірақ дәмді етіп дайындалып жатқан тамақта жанның терең түкпіріндегі сағынышты, қайғыны қуып шыға алмады. Шіркін, ата-анамыз тірі болғанда ғой, ештеңеден қиналмаушы едік. Барлық нәрсе осы тұшпараларға тіреліп тұрған жоқ қой. Әкеміз барлығымызға сыйлық сатып алатын еді. Ал біз болсақ, оған тақпақ айтып, ән шырқап берер едік. Райфа апай әрең дегенде бізді дастархан басына шақырды әйтеуір. Бәрімізге ақ ыдыстарға шай құйылды. Әрқайсымызға 10 тұшпарадан салынды. Дастарханда мандариндер, кәмпиттер, жеміс шырындар болды. Бірақ бәрібір бірдеңе жетпей тұрды. Бәлкім ата-ананың жылуы шығар. Райфа апай бізді құттықтап тілек айтты. Балалар, шын жүректен сендерді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Өмір болған соң барлығы да болады. Кей кездерде сендерге ұрсатын кездеріміз де болады. Бірақ мен оны өзімнің рахатым үшін емес, сендер жақсы адам болсын деп солай істеймін. Жақсы оқыңдар, тәртіпті, тәрбиелі болыңдар. Бізді тыңдаңдар. Біздің үйде сендерге тек жақсылықтар тілеймін. Сағат 12-ні көрсетіп тұр. Біз үйде бұл сәтте бір-бірімізге арман мақсаттарға жетіңдер деп тілек айтушы едік. Демек, қазірде солай істеуге болады. Жанымда сыныптасым Амилия отырған болатын. Одан сұрап қоямын. Сен нені армандайсың? Мамам мені бұл жерден алып кетсе, балалар үйін ұмытсам. Ал сен нені армандайсың, Ильяс? Амилияның арманы мені тығырыққа тіреді. Мен ата-анам қайта тірілсе екен деп армандай алмаймын ғой, ол мүмкін емес. Баласын тастап кеткен ана ғана перзентін қайта құшақтай алады. Шіркін, менің анамда түрмеде отырғанында ғой. Әйтеуір бір кезде ол бізге келер еді. Мен Амилияны қызғанып кеттім. Тағы да шарасыз күйге душар болдым. Тоқтай тұр. Әкем маған бір нәрсе тапсырам деп еді ғой, бірақ мен әлі күнге ол не зат екенін білмеймін. Сондықтан мен өзіме мақсат қойдым. Күндердің бір күнінде бұл затты қолыма алуым керек. Мұндай арманнан соң жаным бір жадырап қалды. Теледидардан мерекелік концерт басталды. Барлығы көгілдір экранның алдына рахаттанып отыра кетті. Міне, сахнада менің анамның сүйікті әншісі Валентина Толкунова. Неге екенін білмеймін, әйтеуір анама осы бір бұрымы ұзын орыс әншісінің әндері қатты ұнайтын. Бірден маған кішкене күнімнен таныс ән шырқалып кетті. Сені әрқашанда сүйетін боламын, басқадай амалым жоқ менің. Райфа апай, кішкене даусын шығаруға болады ма? Деп сұрадым. Сен немене, кереңсің бе? Жоқ. Тәрбиеші сол баяғы қаз қалпына түсті. Ұйықтауға жатқызып қоймағаныма қайта рахмет айтыңдар. Апай, бұл менің анамның сүйікті әні еді, болады ма? Өтінемін. Мен жоқ дедім, болды. Сенің анаңа ұнаса ұнаған шығар, алмаған бұл ән ұнамайды. Әншінің өзінде ұнатпаймын. Шашын дұрыстай алмай жүріп, өзінше махаббат туралы ән салғысы келеді. Қане, теледидарды сөндіріңдер. Жатыңдар ұйқыға. Сендердің кесірлеріңнен мерекені дұрыстап сезіне алмай отырмын. Менің не, отбасым жоқ па? Қане, ұйқыға жатыңдар. Еріңдеріңді қисайтпаңдар, менің көңіл күйімді бұзбаңдар. Райфа апай ерекше бір зілмен теледидарды тоқтан ажыратып жіберді. Таңға дейін ешқайсыңды көрмейтін болайын. Жаңа жыл кеші менің өтінішімнің кесірінен ойда жоқта аяқталып кетті. Мен бөлмеге жүгіріп барып жастығыма құлай кеттім. Ыстық жастарым бетімді күйдіріп жатты.
Көз алдымда анамның күлімдеген көздері, сымбатты тұлғасы, ал құлағымда сол ән әлі тұр. Сені әрқашанда сүйетін боламын, басқадай амалым жоқ менің.